Армысыздар, құрметті телекөрермен қауым. Я рада приветствовать вас на нашей ежедневной передаче «Мың бір сөз». Я напомню, что в прошлом выпуске мы научились составлять диалог на тему «Қалада» в городе. Давайте повторим слова из этого диалога. Кешіріңіз, сізден сұрауға бола ма? Извините, можно у вас спросить? Мен сізді тыңдап тұрмын. Я вас слушаю. Қай бағытқа қарай жүру керек? В каком направлении нужно идти? Жаяу барсам алыс емес пе? Если пойду пешком, то недалеко? Алыстау, далековато. Автобуспен баруға болмай ма? Можно поехать на автобусе? Жолақы неше теңге? Сколько стоит проезд? Сізге көп рахмет. Огромное вам спасибо. Оқасы жоқ. Енді табасыз ба? Не стоит. Теперь найдете? Енді табатын шығармын. Думаю, теперь найду. Надеюсь, слова из прошлого диалога вы усвоили хорошо. А сегодня мы отправимся в торговый центр Сауда Орталық. И вашему вниманию я предлагаю новые слова и выражения. Кешіріңіз, мына көйлек қай жердікі? Извините, это платье какого производства? Түркиянікі. Бұл жаңа үлгімен тігілген көйлек. Из Турции. Это модное платье. Сізге көйлектің нешінші өлшемі керек? Вам какой нужен размер? 42-ші, 42-й. Көйлектің басқа түсі бар ма? Есть другой цвет платья? Басқа түсі жоқ. Другого цвета нет. Мына түс сізге өте жарасады. Этот цвет вам очень идет. Өлшеп көріңізші. Примерьте, пожалуйста. Бұл сіздің өлшеміңіз ғой. Это ваш размер. Өлшейтін бөлме. Примерочная. Тар емес пе? Не маленькая? Туп-тура. В самый раз. Қымбат. Дорого. Сіз бағасына қарамаңыз. Не смотрите на цену. Сіз сапасына қараңыз. Вы смотрите на качество. Сараң екі рет төлейді. Скупой платит дважды. Надеюсь, эти слова вы запомните хорошо. А теперь для закрепления прослушайте еще раз диалог. Кешіріңіз, мына көйлек қай жердікі? Түркиянікі. Бұл жаңа үлгімен тігілген көйлек. Сізге көйлектің нешінші өлшемі керек? 42-ші. Көйлектің басқа түсі бар ма? Басқа түсі жоқ. Бірақ мұна түс сізге өте жарасады. Өлшейтін бөлмесіне барып, өлшеп көріңізші. Бұл сіздің өлшеміңіз ғой. Тар емес пе? Жоқ, туп-тура. Әдемі екен, бірақ қымбат. Сіз бағасына қарамаңыз, сапасына қараңыз. Сараң екі рет төлейді. Кешіріңіз, мына көйлек қай жердікі? Извините, это платье какого производства? Түркиянікі. Бұл жаңа үлгімен тігілген көйлек. Из Турции. Это модное платье. Сізге көйлектің нешінші өлшемі керек? Вам какой нужен размер? 42-ші, 42-й. Көйлектің басқа түсі бар ма? Есть другой цвет платья? Басқа түсі жоқ. Другого цвета нет. Мына түс сізге өте жарасады. Этот цвет вам очень идет. Өлшеп көріңізші. Примерьте, пожалуйста. Бұл сіздің өлшеміңіз ғой. Это ваш размер.
Өлшейтін бөлме. Примерочная. Тар емес пе? Не маленькая? Туп-тура. В самый раз. Қымбат. Дорого. Сіз бағасына қарамаңыз. Не смотрите на цену. Сіз сапасына қараңыз. Вы смотрите на качество. Сараң екі рет төлейді. Скупой платит дважды. А теперь, используя новые слова, попытайтесь поговорить о понравившейся вам одежде на казахском языке. Думаю, у вас все получится. Желаем вам удачи, а на сегодня все. Көріскенше, аман сау болыңыздар.